Айта беріңіз енді өзіңіздің. Мына масканы шешіп қойып алыңыз. Мен Исақұлова Баян, Шымкент қаласының тұрғынымын. Менің балам Алматыға жұмыс істеуге кеткен. Енді білмеймін, статья 191-де 3 тіліп қойған. Өзі Шымкентте жатыр. Алматыда тергеп атқан жоқ. Ешкім ештеңе білмейді. Ана жаққа барсам білмеймін дейді, ана жаққа барсам білмеймін дейді. Хотя баламды үйге под стража үйге жіберсінші деп жатырмын. Ауырып жатыр, кіре алмаймын, не маған қағаз берілмейді кіріп көруге балама. 19 жасар балам менің. Мен жалғыз басты анам, жалғыз түйір перзентім бар. Өтініш босатсыншы баламды. Сәрсенбеков Диас. Аты жөніңді айт. Исақұлова Баян. Осы Шымкентте тұрасыз? Шымкент қаласының тұрғыным. Балаңның аты жөні? Сәрсенбеков Диас. Қазір енді сол қамауда жатыр ғой? Қамауда мына Сәуле деген изоляторда жатыр. Не кіре алмаймын. Кіруге де қағаз жоқ. Ана жаққа барам, қағаз беріңдер деп, мына жаққа барам, қағаз бер. Адвокат бар. Ол адвокат пока следователь қолына ештеңе алған жоқ. Бұларды әлі дұрыстап тергеген де жоқ. Жұмыс істеріне тағы статья ілеміз дегендей қылып жатыр. Өздеріңіз жалдадыңдар ма әлде? Өзіміз жалдадық. Кім деген адвокат? Кулипа деген апай. Отчествосын ұмытып қалдым. Кулипа деген. Жақсы, енді